Hello, dear students. I hope you are very well. So let's continue our online lessons. My name is Rustam Tleuzhanoglu, and today we are going to pass a new theme. It would be grammar, second conditional. Қайырлы күн балалар, бүгін біздер шартты сөйлемнің үшінші түрін мен танысатын боламыз. So first of all, conditionals are divided into two main groups or parts: the real conditional and unreal conditional. Real conditional are divided also into parts: the zero conditional and first conditional, and unreal conditional is divided into parts also: the second conditional and third conditional. Сонымен балалар, шартты сөйлемдер біздерде ең бастысы екіге бөлінеді. Олар орындалатын іс-әрекеттер немесе орындалмайтын қияли іс-әрекеттер, орындалуға мүмкіндігі аз іс-әрекеттер. Zero conditional мен first conditionalды біздер алдында өтіп кеткен болсақ, second conditionalға бүгін тоқтала кетейік. So about our second conditional. The sentence is divided into two parts. One comes in past simple and one comes with modal verb would plus verb. Сонымен балалар, second conditional бізде сөйлем екіге бөлінеді. Біреусінде if, егер деген сөз, және past simple, өткен шақтағы қарапайым, өткен қарапайым шақтағы сөйлем. Бір жағы болса, екінші жағы модалды глагол мен етістік, етістіктің бірінші формасы. Сонымен балалар, мысал ретінде екінші жаттығудағы бірінші және екінші сөйлемді алып отырмын. 61-ші бет. Second conditional. Біздер сөйлемнің екіге бөлінетінін білеміз. Сол сөйлемнің бірінші жағы past simple мен болса, екінші жағы would пен смысловой глагол деп келеді, етістік, негізгі етістік. Немесе would пен негізгі етістік сөйлем бас жағына келетін болса, онда арт жағы if және past simple мен жалғасады екен. Бірінші сөйлемді алайық. I would enjoy the book more if I liked the characters. Маған кітап көбірек ұнар еді. Бұл жерде бізде модалды етістік пен оның артында негізгі етістік. Маған кітап көбірек ұнар еді, егер мен оның кейіпкерлерін ұнатқан болсам. Яғни маған кітап ұнамаған себеп, маған кейіпкерлері ұнаған жоқ. Жалпы бұл іс-әрекет орындалу екі талай. Келесі, екінші сөйлем. If it had a happy ending, we would not believe the story. Егер бұл хикаяның арты жақсы болған болса, жақсы болып аяқталатын болса, онда біздерге бұл вақиға ұнамас еді. Бұл жердегісі ойға жеткізейін дегендері, мүмкін бұл ертегі сияқты болатын шығар дейді. Қызықты болу үшін бұл ерекше бір аяқталу керек, басқаша аяқталу керек дегендей. Немесе бұл балалар, ең бастысы бұл жерде орындалмау дегені, мүмкін біреу қиын жағдайға түсіп қалады да, соған ақша керек болып қалды дейік. Соған біздер не деп жауап береміз? Егер менде ақша болғанда, мен саған берер едім. Бірақтында расы керек, ақша болған да шығар, болса да біз ол ақшаны бермес едік. Осындайға арналған бізде ағылшын тілінде second conditional деген тақырып бар. Next exercise 1, page 61. Complete the second conditional sentences from the listening on page 60 with the words in the box. Then complete the rules with would, wouldn't and past simple. Балалар, алдыңғы сабақта, алдыңғы видеода бізде тыңдалым бар. Сол тыңдалымдағы сүйене отырып, біздер келесі сөйлемдерді аяқтауымызға мүмкіндігіміз бар. Соларды аяқтауымыз керек болады. Next exercise 2, complete the sentence with the second conditional form of the verb in brackets. Сонымен балалар, келесіде біздер second conditionalға келесі сөйлемдерді, келесі 6 сөйлемді айландыруымыз керек болады. Яғни бізде мысал ретінде келтіріп тұр. If болса, if тұрған жерде бізде past simple, екінші жағында бізде модалды етістік would және be infinitive, яғни негізгі етістік. Exercise 3, page 61. Write questions using the second conditional. Then ask and answer. Яғни балалар, бізде
мына жерде сұрақтар бар, сол сұрақтарды біздер second conditionalға айландыра отырып, соған өз атымыздан жауап береміз. And exercise 4. So we will do individual work. What would you do if you were? Сен не істер едің егер сен болсаң? Famous, танымал, the president, президент болсаң, a teacher, мұғалім болсаң, your parents, сенің ата-анаң болсаң, an insect, жәндік болсаң, және a writer, жазушы болсаң. Сен не істер едің дейді. Және де біздер second conditionalды қолдана отырып, өз атымыздан жауап береміз. Сол сөйлемдер біздер өзіміздің WhatsApp чатымызға жібереміз, балалар. And also we have some additional exercises on page 43 in our workbook. If you have any questions, please contact me directly or just write your answers into our WhatsApp group. Сонымен балалар, бізде 43-ші бетте қосымша жаттығулар бар. Оны жасағанда қиналатын болсаңыздар, WhatsApp тобымызға сұрақтарын жазуға ұялмаңыздар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз тәмамдап қалды. WhatsApp тобымызға ораламыз. Сол жерде қалған тапсырмаларды орындаймыз. Bye bye and all the best.